Сәлем достар, TV Paint бағдарламасымен танысу плейлистіне қош келдіңіздер. Бұл видеода біз сіздермен TV Paint'ті жоба ашып және оны сақтауды үйренеміз. Бағдарламаны ашқан кезде TV Paint саған дайын жоба ұсынады. Сен ештеңені өзгертпестен, осы жерден сурет салып, анимация жасауға кірісіп кетсең де болады. Ал жаңа жобаны ашқың келсе, жоғарыдағы файл, New Project'ті басу арқылы аша аласың. Немесе Shift-N ыстық батырмасын басып та ашуға болады. Жаңа жоба панелінде саған екі таңдау беріледі. Project және Project with Camera. Бізге керегі Project. Сен өз жобаңның көлемін бағдарлама ұсынған әдепкі шаблондар арқылы қойсаң болады. Немесе биіктігімен енін өзгертіп, оны өзің қалаған кез келген көлемге келтіре аласың. Фреймрейт деген жерге жобаның ішіндегі кадр жиілігін жазуымыз керек. Бұл мен анимацияның орындалу техникасы мен мақсатына байланысты секундына 10-нан 60 кадрға дейін өзгере береді. Біздің үйренейін деп жатқанымыз дәстүрлі анимация болған соң, тізімнен 24 мәнін таңдаймыз. New Project батырмасын басамыз. Бәрекелді. Жап жаңа жобамыз ашылды. Жобаны ашуын аштық. Енді оны қалай сақтаймыз? Ол өте оңай. Shift-S батырмасын басу арқылы, немесе мына бір батырманы басып та сақтай аласың. Жаңа ашылған терезеден жобаны қай мекен-жайға сақтағың келетінін таңдап, оған атау беріп, OK батырмасын басасың. Жобамыз сақталды.